Сарыбаева Айжан. Мен AX қор биржасының реттеу және комплайенс департаментінің сарапшысымын. Осында жұмыс істегеніме 2 жыл болды. Мен компанияларға листингке шығу үшін қолдау көрсетемін, және де кейін олардың бағалы қағаздары ресми тізімге енгізілген соң инвестор үшін компаниялар түрдің қызметі туралы ақпаратты ашуды қадағалаймын. Мен жоғарғы оқу орнын бітірген соң 4 жыл банк саласында жұмыс істедім. Кейіннен тұрмысқа шығып, 9 жыл декретте болдым. Аллаға шүкір 4 балам бар. Кейін декреттен шығатын кезде басшыларым жұмысқа шақырды. Ол үшін 1001 алғыс, бірақ мен басқа салада, халықаралық компанияда жұмыс істегім келді. Сол кезде сұхбаттарға барғанда әртүрлі пікірлерді де кездестірдім. Әйел адамға біздің қоғамымызға өкінішке орай жұмыс істеп мансап жасау деген қиын екеніне көзім жетті. Әртүрлі сұрақтар да қойылды. 4 балаңыз бар екен, қайта-қайта олар ауырып жұмыстан сұрана бересіз бе, немесе ондай ұзақ үзілістен кейін жұмысты істей аласыз ба деген сұрақтар да қойылды. Бірақ ол мүлдем біздің AX жайлы емес. AX-ке жұмысқа шығар алдында 4 сұхбатпенен бір бизнес кейс өттім. Бірақ біреуінде де ешқандай отбасы жайлы сұрақтар да қойылған жоқ. Жалпы бізде ешқандай кемсітушілік, дискриминация деген мүлдем жоқ. Ұжымымызда әрдайым достық атмосфера. Әріптестерім бір-біріне көмек көрсетуге, қол ұшын беруге дайын. Әр әріптесім дарынды да, талантты, адамгершілігі зор, өз маманының иесі деп айта аламын. AX-те жұмыс істегеніме өте ризамын.